Артық доза бұл сізге тағайындалған дәріні шамадан тыс мөлшерде қабылдаған кезде. Бұл тек тағайындалған дәрі ғана емес, ол дәріханадан рецептсіз алынатын дәрілердің, немесе шөптік дәрілердің де шамадан тыс мөлшері болуы мүмкін. Бұл артық дозаның әртүрлі себептері болуы мүмкін. Негізінен, сіз бірнеше дәріні бірге қабылдаған кезде, ол әдейі болуы мүмкін, немесе кездейсоқ болуы мүмкін. Әдейі болған жағдайда сізде бірнеше дәрі бар, және оларды қабылдауды ұмытып кетесіз. Дәріні қабылдау керектігін ұмытып, сол дәрінің 2 есе немесе 3 есе дозасын қабылдауымыз мүмкін. Әдейі болған жағдайда сізде физикалық немесе психологиялық стресс болуы мүмкін. Бұл артық дозаның әртүрлі белгілері мен симптомдары пайда болуы мүмкін. Ол жүрек айну, құсу, іш өту, жүрек соғысының бұзылуы, тыныс алудың қиындауы болуы мүмкін. Кейде сізде болуы мүмкін. Егер біреудің артық доза алғанын байқасаңыз, бірден үрейленбеңіз. Алдымен өте сабырлы болу керек. Және сол адамды бір жағына жатқызып, оның аяғын жоғары көтеріп, жамбас және тізе буындары 90 градус бұрышта болатындай етіп басы мен иегін жоғары қарай итеріңіз. Осылайша оның тыныс алу жолдары жабылмайды. Тыныс алу жолдары ашық болуы керек. Оның тыныс алуын, пульсін бақылаңыз. Және сіз жедел жәрдемге бару, тариф және физикалық тексеру жүргізіледі. Әртүрлі зертханалық зерттеулер жүргізіледі. Бұл артық дозаны қалай болдырмауға болатыны өте қарапайым және өте маңызды. Кез келген дәріні қабылдамас бұрын сол дәрінің жапсырмасын оқып шығыңыз. Егер сіз кез келген уақытта артық доза қабылдаған болсаңыз, бұл ұқсас көрінетін немесе ұқсас естілетін дәрілерден болуы мүмкін екенін дәрігеріңізге айтыңыз. Жапсырмасы ұқсас дәрілерді ол сізге балама ретінде тағайындауы мүмкін. Барлығыңызды сақтағаныңызға көз жеткізіңіз. Дәрілер. Дәрілерді балалардан алыс, құлыпталған жерде сақтаңыз. Бұл артық дозаның нәтижесі. Сіз қанша дәрі қабылдағаныңызға, қандай дәрі қабылдағаныңызға және әртүрлі органдарыңыздың жағдайына байланысты. Рахмет.